орынбасар Жаннұр Серікқызы. Мен Жамбыл облысы Меркі ауданы номер 28 жалпы білім беретін мектептің 3-ші А сынып оқушысымын. Ұлы Абай атамыздың 175 жылдығына орай Абай атаның қыз өлеңін оқып беремін. Абай Құнанбаев қыз. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы үскірік аяз бен қар, кәрі ұйқыдан қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бөркін киген оқшыр айтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттай қасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұрқ-сақ етіп тұлданғанда, алты қанат ақ орда үй жайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шеде мен тон қабаттап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы, титығы құруына азақ қалды. Қыз бен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларым қорғылма итке малды. Соныға малды жайып күзетіңдер, ұйқы өлтімес қайрат қыл бос қамалды. Ит жегенше Қондыбай қанай жесін, қожыбен мұнан тұрған кәрі шалды.